Бәріңізге сәлем достар, сіздермен Сако кезет арнасы. Достар, бүгінгі видео сабақта мен сіздерге компьютерге не болмаса өзіміздің ноутбугімізге Windows'ты қалай орнатады, сол жайында айтатын боламын. Қазіргі кезде Windows орнату ол өте оңай нәрсе. YouTube-қа кірсеңіздер өте көптеген видеолар жетіп жатыр, яғни Windows орнату туралы. Енді бүгінгі сабақта мен сіздерге соны қалай орнатады, сол жайында айтатын боламын. Бізге ол үшін не қажет? Бізге қажет нәрсе ол ең алдымен көріп тұрғаныңыздай ноутбук, не болмаса компьютер, разница жоқ, главное жұмыс жасап тұрса болғаны. Және де екінші басты қажет нәрсе ол достар бізде флешка міндетті түрде керек. Флешка бізде жұмыс жасап тұрғаны дұрыс, және де оригинал болуы керек. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге осы флешка арқылы жұмыс жасап Windows орнататын боламын. Достар, ең алдымен Windows орнату үшін бізге ең керекті нәрсе ол бізде Windows-тың өзі, яғни оны компьютердің тілінде образ дейді, яғни Windows оның образы. Және де менің қолданып отқан Windows-ым бұл басқалардан ерекше Windows, артық ешқандай функциялары жоқ, нақты керекті функциялары қалған Windows, яғни Windows 10 LTS 2022, яғни ең жаңа Windows. Және де осымен бірге бізге Rufus USB деген программа қажет болады. Бұл яғни флешкаға Windows'ты жазуға арналған программа. Яғни бізге осы екі файл керек. Қазір біз сіздермен бірге осы екі файлмен өзіміздің флешкамызға Windows'ты жазатын боламыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен не істейміз? Ең алдымен біз Rufus программасына кіреміз. Мейлінше запускать имени администратора деп кіргендеріңіз дұрыс. Енді достар, біз Rufus программасына кіргеннен кейін бізде дәл осылай шығады. Яғни вот бірінші устройство деп тұр. Устройство деген ол біздің флешкамыз. Енді біз өзіміздің флешкамызды қосамыз. Және де бұл жерде достар ескере кететін нәрсе, сіз флешкаңызға Windows жазған уақытта флешкаңыздағы барлық файлдар өшіріп қалады, яғни форматирование жүреді. Жақсы, біз енді флешкамыз саламыз. Вот мінекей біздің флешкамызды тапты. 8 гигабайттық флешка тұр. Осы флешкаға қазір орнататын боламыз. Енді екінші метод загрузки бұл бізде, яғни Windows-тың файлы, яғни образ. Өзімізге керекті папканы тауып аламыз. Соның ішіне жаңағы өзіміздің образ бар. Вот бізде рабочий столда және де Windows 10 X64 LTS. Яғни осын жазып аламыз. Открыть батырмасын басамыз. Вот біздің программаға Windows 10 түсті. Енді мына жерден қалған жерден ештеңені өзгертіп қажеті жоқ. MBR GPT. Бұл жерде енді MBR GPT дегенді қарайтын болсақ, енді көп адамдарда компьютер ескі болуы мүмкін. Ескілерде бұл бізде UEFI деген BIOS жүреді. Яғни мен MBR деген таңдаймын. Ары қарай ештеңені өзгертпейміз. Мына жерден старт батырмасын басамыз. Және де бізді ескертіп жатыр, ішіндегі файлдар жоғалып кетеді, яғни өшіріледі деп. Жақсы, біз бұған келісеміз. Окей батырмасын басамыз, және де бізде көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай флешкамызға Windows жүктелетін болады. Все, бізде жүктеліп болды. Енді осы жерден закрыть батырмасын басамыз. Енді келесі жағдай достар бізде ноутбукпен емес, енді келесі жағдай бізде ноутбуктың өзімен Windows'ны орнататын боламыз. Ал енді достар, бізде флешкамызға жазылып болды. Енді біз Windows'ымызды өзіміздің компьютеріміз, не болмаса ноутбугімізге орната беруімізге болады. Ол үшін ең алдымен ноутбугымызды өшіріп тастаймыз. Мінекей біз дәл осы ноутбукқа орнататын боламыз. Вот мінекей флешкамыз дайын біздің. Қазір осыған орнатып көреміз. Так, енді достар, компьютерді ноутбугымызды өшіреміз, және де қосып жатып F2 батырмасын баса береміз. Енді сіздерде әрқайсыңызда әртүрлі болуы мүмкін. Менде F2 батырмасымен BIOS ашылады. Яғни бұны бізде BIOS дейді, яғни Windows орнататын жер. Жалпы ноутбуктың өзінің настройкасы. Жақсы, кіреміз. Кіргеннен кейін бізде осындай информация шығады компьютеріміз туралы. Вот бізде көріп тұрғандарыңыздай 12 гигабайт узу және де SSD диск қосылған. Біз қазір осы SSD дискқа өзіміздің Windows'ымызды орнататын боламыз. Енді астында бізге керекті нәрселер берілген, яғни қалай қозғалтады, қалай өшіреді, соның барлығы жазылып тұр. Яғни біз осы стрелка арқылы қозғалатын боламыз. Стрелкалар арқылы мына жерден boot режиміне барамыз. Және де астына түсеміз. Астына түскеннен кейін бізде достар қараңыздар, мына жерде HDD біздің өзіміздің
1 терабайттық жесткий дискіміз, екінші Kingston, бұл бізде SSD дискіміз новыйдан қосқан. Үшінші бұл бізде USB деген достар, бұл біздің флешкамыз, яғни жаңағы Windows жазылған флешка. Енді осыны F5 не болмаса F6-ны басу арқылы үстіге қарай көтереміз. Яғни қараңыздар, қазір мен жасаймын. Мына жерде USB дегенді бірінші қоямын. Яғни қазір бізге себебі ноутбукты перезагрузка жасаған кезде бізге флешка грузить ету керек, яғни біз Windows'ты орнатуымыз қажет. Және де екінші Kingston, яғни өзіміздің SSD дискімізді қоямыз. Не үшін бұны қоямыз? Себебі біздің Windows осы бір жесткий дискқа орнатылуы керек. Сондықтан бұны екінші қоямыз. Жақсы, барлығы түсінікті деген ойдамын. Енді мінекей F10-ды басамыз да Save and Exit, яғни сохранить и выход. Соны басамыз, және де біздің ноутбугымыз қосылады. Қосылғаннан кейін бізде жаңадан Windows загрузить етілетін болады, яғни флешкадағы жаңағы жазған Windows'ымыз ашылады. Вот мінекей бізде әлі загрузка болып жатыр. Енді ол сіздің загрузка болып жатыр, флешкамыз жұмыс жасап тұр. Яғни ол сіздің ноутбугыңыздың енді состояниесіне байланысты ұзақ уақытта алуы мүмкін. Вот достар, мінекей загрузкадан кейін бізде начало установки деп басталды, яғни Windows установить етіліп жатыр уже. Жақсы, түсінікті. Енді достар, қараңыздар, начало установки әлі жүріп жатыр. Енді бізде жесткий дисктер шығарып берді. Где вы хотите установить Windows? Қайсыған орнатуымыз керек? Енді достар, қараңыздар, бізге 3 жесткий дискті шығарып беріп тұр. Яғни біріншісі 50 мегабайт, оған тиіспейміз, ол біздің системаның жесткий дискі, оған мүлде тиісуге болмайды. Екінші Windows 10 компакт дейді. Бұл біздің алдыңғы Windows'ымыз, яғни біз бұған орнатпаймыз, бұл бізде HDD диск, яғни бұрынғы жесткий дискіміз. Ал үшіншісі 447 гигабайтпен, бұл бізде SSD дискіміз. Біз осыған орнатуымыз қажет. Яғни осыны басамыз да астындағы далее батырмасын басамыз. Вот, енді копирование файл жүріп жатыр, яғни біздің SSD дискімізға Windows орнатылып жатыр. Так, вот достар, бізде установка обновления, және де компьютерімізге Windows орнатылып болды. Енді осы жерден достар, қараңыздар, флешканы жұлып аламыз. Флешка керек емес енді бізге. Енді біздің ноутбугымыз жап жаңа Windows'ты грузить ететін болады. Жақсы, күтеміз. Так, идет подготовка там. Дәл осылай бізде Windows дальше установить етілетін болады. Енді бізде бұл жерде флешка қажет емес. Флешка уже бұл жерде бізде керек емес нәрсе. Жақсы, ары қарай загрузка болып жатыр. Біздің ноутбугымыз бірнеше загрузкадан өтетін болады, яғни новый системаны орнатып жатыр. Кішкене күтеміз. Вот достар, шықты. Как будет, кто будет, яғни біздің ноутбугымызды кім қолданады дейді. Осы жерге өзіңіздің атыңызды жазасыз, және де пароль жазасыз, яғни пароль қойғыңыз келсе. Және де мына жерден 1-2-3 контрольный вопросы бар. Егер де пароль қойсаңыз, осыларға жауап бересіз. Жақсы, түсінікті. Вот, привет. Выполняется дейді. Вот достар, біздің ноутбугымыз дайын болды уже. Вот, бізде Nope новый Windows, Nope новый компьютер десек те болады. Мінекей біз сіздермен бірге дәл осылай жаңа Windows 10-ды орнаттық. Яғни бүгінгі видеода мен сіздерге Windows'ты қалай орнатады, сол жайында айттым. Бүгінге осы. Рахмет, қош, сау болыңыздар.